көнеден келе жатқан өзіміздің ұлттық құндылықтарымыздың бірегейі десек те болады. Себебі бізде көрші ақысы, тәңір ақысы деген қағидат қалыптасқан. Көршімізді түріне, түсіне, тіліне, дініне, нанымына, мәдениетіне қарай шектеу, бөлу біздің қоғамда орын алмаған. Оның бір дәлелі естеріңізде болса, тарихқа сәл кері шегінетін болсақ, кешегі жібек жолы дүркіреп тұрған кезеңдердің өзінде де біздің елімізде, яғни кең байтақ отанымызда көптеген мәдениеттердің, көптеген діндердің тоғысқан жері болады. Жібек жолы арқылы өтіп жатқан сан қырлы мәдениет осы біздің халқымыздан етене араласты. Сол жылдардың өзінде де, сол көне дәуірде де бізде мынау ұлтараздық, дінараздық деген секілді қақтығыстар орын алған жоқ. Оған себебі жаңа біздің табиғатымыздағы өзіміздің ерекше құбылысымыз, бір-біріне адамға деген, Абай атамыз айтады, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп. Осы қағидаттың біздің қанымызда қалыптасуы, ол біздің еліміздегі ұлтаралық, дінаралық келісімді сақтауға, жетілдіруге, дәстүрлі түрде балаларымыздың санасына, қоғамға жеткізуге оң әсерін тигізіп келеді.